Ассалаумағалейкум ардақты көрермен, эфирде ақшам алаңы, студияда Үмбет Әлімеймеш. Музыкалық спектакльдер, драмалық сахналар мен дәстүрлі музыка қалай ұштасады, ерекшелігіне де. Бүгін студиямызға Алатау дәстүрлі өнер театрының директоры Берік Жүсіпов мырзаны шақырып отырмыз. Берік мырза, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Жыр жолбарысы деген атпен Жыралыбы Жамбыл атамыздың өміріне арналған музыкалық спектакльдің тұсаукесері өтейін деп жатыр. Ең әуелі осы қойылымға тоқталып өтіңізші, ерекшелігіне де, және бұл нешінші рет болайын деп жатыр, толығырақ айтып берсеңіз кішкене. Жалпы енді мына Жыралыбы 20 ғасырдың Гомері атанған атақты эпик жыршы Жамбыл Жәкең туралы бұл енді алғашқы қойылым, музыкалық қойылым. Кеңес одағының тұсында Жамбылдың образын бейнелеген көркем фильмдер болды. Бірақ енді ол сол заманның ықпалына байланысты жасалды. Драмалық қойылымдарда болды шет жағасы. Бірақ ол қазіргі көрерменнің халықтың санасынан әбден ұмытылып, бұл айналымнан шығып қалды. Қойылып жүрген жоқ. Бұл енді осыдан 40-50 жыл бұрынғы нәрселер ғой. Ал енді біз енді егемендік алғаннан бергі уақытта бұл Жамбыл туралы алғашқы қойылым. Біз енді қойылымның жалпы жанрына байланысты көп ойландық. Бұнда қандай оқиғаларды қамтылу керек деген мәселенің де төңірегінде көп сол жүріп алған жағдайымыз бар. Енді қазір өзіңіз білесіз, жалпы мына драма театрлар бізде бар. Енді оның өзінің бет бейнесі бар, ерекшелігі бар, репертуарлық. Таза музыкалық театрлар бізде жоқтың қасы. Қазір мюзиклдер туралы американдық стильдегі көптеген әңгімелер айтылып жүр. Оның да біз белгілі бір биік белесіне шығып кете қойдық деп айта алмаймыз. Сондықтан осы Жамбыл өміріне біз тоқтам жасап, Жамбыл шығармашылығына осы қойылымды жасаймыз деген уақытта, міне осындай мәселенің төңірегінде біз ұзақ жүріп алдық. Ең бірінші, бұның енді жұмысшы атауы Жамбыл болатын. Біз енді Жыр жолбарысы деген атауға тоқтадық. Бұл спектакльдің негізгі кеңесшісі мемлекеттік сыйлықтың лауреаты белгілі ақын, қаламы қарымды қаламгер Жұмабай Шаштайұлы. Жұмекеңнің әкесі Шаштай қарт бұл Жамбыл Жәкеңнің көзін көрген адам. Сондықтан көптеген тарихи оқиғаларға сол Шаштай қарт арқылы Жұмекеңнің құлағына өзі тікелей сіңісті болған. Сапарғали Бегалиннің жазбаларынан біз көптеген нәрселерге сүйендік. Сондықтан біз мына Жамбыл өмір белестері деп алдық. Біз кешегі Совет одағының тұсындағы немесе басқа да бір саяси түрлі ағымдарға байланысты нәрселерге тоқталмаймыз. Біз таза Жамбылдың шығармашылық тұлғасы елдің бірлігіне, ағайынның арасындағы бітімгершілікке және оның азаматтық бет бейнесінің қалыптасуына байланысты кезеңдерді қамтимыз. Оқиға өзі сол мына Қырғыз бен екі елінің арасындағы бір кешегі ескілікті уақыттағы бір шымыштырық мәселеден басталады да, содан Жамбылдың дүниеге келуі, одан азаматтық бет бейнесінің қалыптасуы, сол кездегі Сүйінбайдан баталуы, Сарыбай билермен қатар жүруі, кешегі Кенесарының ақтығы, Сыздық Сұлтанмен кездесуі деген сияқты бір қадау-қадау мәселелер көрініс табады. Ал енді жаңа ерекшелігі туралы айттыңыз. Біз Алатау дәстүрлі өнер театры, бұл біздің тырнақалды туындымыз, алғашқы қойылымымыз. Осы қойылым арқылы біздің бет-бейнеміз жасалады деген мәселені мен үнемі айтып келе жатырмын. Біз басқа театрлардан қалай ерекшеленуіміз керек. Сонда бұл енді Жетісу өңірінде Жамбылдың эпикалық шығармашылық болмысына байланысты қолданылатын әуен саздар бар ғой. Соның дені қолданылады. Мысалға, Жамбыл мен Бұрымның арасындағы махаббат оқиғасы бар. Сол жерде
мысалға осы жетісу өңірінің мәті дәурен, біз лейтмотив ретінде осы мәті дәуренді алдық. Мәті дәурен деген өзі толайым тұтас бір сағынышқа құрылған әуен ғой бас аяғы. Осы мысалға сол жаңа Жамбыл мен Бұрымның арасындағы махаббат уақиғасы, жас жүректің жалыны, енді қызды таңдау керек, елді таңдау керек деген уақытта ет пен сүйектен жаралған адамның жаны ышқынбай ма? Сол уақиғаларды мысалға мәті дәурен ашып тұр. Енді атау айтып тұрғандай музыкалық спектакль. Қалай көрініс табады бұл? О жерде сөз бола ма, жоқ әлде әуендермен әрлене ма көбінесе? Бұл міндет түрде мен жаңа айтып келе жатырмын, сөзім жалғасы әуендермен әрленеді. Мысалға Жамбылдың бірнеше ақындар мен айтысы бар. Сонда сол кезде әр ақынның аузынан мақам саздарды көруге болады. Немесе Жамбылдың аузымен айтылатын тағы да сонда бір диалогтар бар, монологтар бар. Сосын бұл жерде жанама бейне жыршының образы бар. Ол жыршы жалпы қазақтағы жыршылық образға құрылған. Бұл Жамбылмен параллель жүріп отырады. Демек біз мына Жетісу өңіріндегі эпикалық саз сарындарды мына спектакльде алғаш рет қолданып отырмыз. Және бір ерекшелігі бұл басынан аяғына дейін заманауи би үлгілерімен әрленеді. Мысалға қазір өзі мына контемпо, бұл Америкадан келген ағым, және фолк дэнс. Бұл да мына фольклорлық билердің заманауи бұралған формалары. Осыны қазақи ою өрнекпен 1 сағат 10 минут жүретін спектакльдің басынан аяғына дейін би кіріктірілген. Өйткені осыдан бірнеше ай бұрын, 4-5 ай бұрын, бір осы келген хабарымда мен Алатау дәстүрлі өнер театрында бишілер тобының ашылып жатқандығын айтқанмын. Айттыңыз. Сонда көп адам айтқан, өзі театрға бишінің не керегі бар деген мәселеге. Енді осы бишілер осы спектакльде толайым мына екі тұлғаның арасындағы контрасттар, немесе ішкі сезім, ой, қимылдың барлығын біз сол жаңағы дәстүрлі бимен заманауи бидің сығындысы арқылы береміз. Яғни жаңағы қимыл қозғалыстар арқылы образдар өзіне өзі толығып отырады. Ол үшін оны сахнада көру керек. Әрине. Жалпы музыкалық спектакльдің өзін драмалық қойылымнан бір бөліп жарып қарауға бола ма? Енді бөліп жарып көп жағдайда қарауға болмайды. Өзі жанр деген мәселенің белгілі бір жағдайда ерекшелігі бар да, белгілі бір тұстарда оның бір ортақ қазыққа айналып келіп тіреле беретін жерлері бар. Бұның енді басқа мұнда да драмалық өзегі бар. Бірақ негізгі мәселе бұнда музыканың алға шығып, сол негізгі мына жаңағы базалық қызметті, жаңағы алға тартушылық міндетті музыканың алып отырғандығы. Әйтпесе анандай бір айтарлықтай сондай бір не қылуға болмайды. Және бір мәселені ескеру керек. Біздің драматургияның қазіргі қазақ сахналарының бір белгілі бір жағдайда режиссерларға жұмысының ілгері жүруіне бір кері әсерін тигізіп отыратын мәселе бар. Ол драматургтерге қатысты. Көбіне шығарма алдын ала жазылады. Ол 60 бет, 70 бет болып жазылады да. Оның ішіне неше түрлі уақиғалар, керегі бар, керек емесі бар, бірінен соң бірі кіріктіріледі. Ал енді осыны сахнаға қоюға келген уақытта мына режиссерлар білет, бұл мәселені қатты қиналады. Бұл жерде Ислам деген бауырымыз, осы мына жыр жолбарыстың қоюшы режиссері, және пьесаның авторы Бағдат Әнес. Әуелгі күннен бастап, біз бағыт-бағдарымызды белгілеп алғаннан күннен бастап, екеуі қоян-қолтық жұмыс жасады. Мұнда анау ұзын шұбақ текстер өте аз. Қысқа, бірақ нақты өзінің мағынасымен. Бұл мына көрерменді жалықтырмау үшін. Я көрермен кейде сөз тыңдарын білмей, я ана оқиғаға ден қоярын білмей, немесе ондағы әуенді ажырата алмай, бір әрегідік күйге түсетін жағдайы бар. Бір жағына қарай ауып кетпеу керек қой. Сондықтан біз сол жаңа таразының басын тең ұстап отыруға тырыстық. Бұл жерде пьеса авторы мен
міне бүгінгі күнге дейін, бүгін міне қазір көркемдік кеңеске Алатау дәстүрлі өнер театрының көркемдік кеңесіне спектакльді тапсырды. Дәл осы күнге дейін 3 ай қатарынан екеуі қоян-қолтық жұмыс жасады. 3 ай уақыт кетті дайындыққа. Сондықтан бұл спектакльдің бір жаңағы ұтырлы тұсы да осы. Жалпы драмалық сахналар мен дәстүрлі музыканың ұштасуы қалай сахнада? Ол енді ұштастыра білген адамға жалпы жымдаспайтын нәрсе жоқ. Сондықтан біз мына дәстүрлі шығармаларды драма сахнасында біз енді ұштастырдық деп айта аламыз. Бірақ әрине, оның енді негізгі төрелігі халықта ғой. 15 қараша күні кешкі сағат 19:00-де, яғни 7-де біз енді жалпы Алматы халқын, осы Алматыға келімді кетімді құрметті қонақтарды Алатау дәстүрлі өнер театрында күтеміз. Сол күні жыр жолбарыс өзінің мәресіне жетеді, премьерасы өтеді. Содан кейін енді халықтың спектакль біткеннен кейінгі соңғы нүктесі қойылғаннан кейін біз көңіл күйін сол спектакльдің бағасы деп есептейміз. Мұхтар Әуезовтің бізде жастар балалар театры жоқ. Бізде жеке опера, оперетта музыка, комедия театры. Я болмаса, ұсақ түрлер театры да жоқ деген сөзі бар екен. Мұхтар Омарханұлының осы сөз мәнісін жойды ма осы кезде? Оны екі түрлі қарауға болады, өйткені бізде балалар театры бар ғой, жастар театры бар. Бұл енді бір заманда айтылған пікір. Бірақ жалпы бұның жаңағы, әлі күнге дейін өзінің өзектілігін сақтап тұрған мәселесіне байланысты бір нәрсені айту керек сияқты. Біз Алла қаласа 2019 жылдан бастап мына салт дәстүрлерден қойылым жасамақпыз. Сіздердің театр? Біздің театр. Қазір өзі біздің қолымызда жинақталған 300-ден аса салт дәстүрлердің өзі үлгілері бар. Енді оның сыртында көптеген салт дәстүрлер бар ғой. Ол адамның дүниеге келуі. Бесікте жатқан уақыттағы бесік жырынан басталатын ананың әлдейі, өсуі, 4 жасында жылқы мүшелден өтуі, содан кейінгі оның инициациялар түрлі, азамат болып қалыптасуы, билердің өнеріне, шешендік дәстүрге, әншілікке, күйшілікке бұның жаңағы дендеп ене бастауы, немесе біреудің таза ел қорғаушылық, батырлық жолды таңдауы. Міне осының барлығы қазақ даласында қалай өтеді, қалай жасалады. Содан кейінгі жағдай бет ашар, бел құда болу, бесік құда болу, келіннің бетін қалай ашады, оның куәлікке жеңгелері қалай тұру керек, кім тұру керек. Содан кейінгі үйлену жағдайы, үй болу жағдайы. Ең ақырғы тал бесік пен жер бесіктің арасы, өмір мен өлімнің арасындағы барлық мәселелерге біз қойылымдар арнағымыз келіп отыр. Реті келсе, осындай фәлсафалық дүниеларды ірі бір спектакльде көрсетеміз. Болмаса, бұның басқа нұсқаларын жасап, біздің қазір оны дәстүрлі өнерпаздар да, театрдағы актерлар да біледі. Мектеп жасындағы балалар, біздің негізгі көрермендеріміз болашақта солай. Сондықтан бұлардың біз санасына көп нәрсені қазірден бастап құюымыз керек, қалыптастыруымыз керек. Сондықтан біз Алла қаласа, біз келесі жылы осылай деп өзімізге жоспар қойып отырмыз. Біз мектептермен жұмыс жасағымыз келеді. Неге? Сол спектакльдің өзіне, қойылымдардың өзіне балаларды араластырып отыру керек. Жалпы актер бір бөлек қалып сахнада, тыңдаушы бір бөлек қалып, ортасында оның байланыс болмайтын болса, ол да өзінің жаңағыдай межесіне жете бермейді. Сондықтан Жұлдызбек деген режиссеріміз бар, бауырымыз, талантты актер, өзі режиссер, бізге қызметке келді бірнеше ай болды. Сол Жұлдызбекке айттым, мен осы екі ортаны байланыстыратын тұлғаның аты бізде қазақта дәнекер деп аталады. Біз сол жаңағы сахнагердің, көрерменнің және дәнекердің байланысымен бір дүние жасағымыз келеді. Өзбектер айтады ғой, әр кәллада бір гап дейді. Ол енді гаптың қалай болып халыққа жетерін тағы да сол жаратушы біледі. Дәстүрдің озығы да бар, тозығы да бар дейді ғой. Қазір не нәрсе жетіспей жатқан нәрсе бар, немесе бір артықшылығымыз деп нені айтуға болады? Енді жетіспей жатқаны, мына дәстүрімізді бағалай алмай отырғанымыз ғой. Жетіспей жатқаны
сол дәстүрімізді мына танымдық тұрғыда жастарымыздың санасына жеткізе алмай жатқандығымыз. Жетіспей жатқаны сол дәстүрдің озық үлгілерін мына өмірде, өмір салтта пайдалана алмай отырғандығымыз. Ал енді оның жаңағы жетістігіне байланысты айтатын болсақ, қазір енді заман ілгері кетіп қалған, интернет жүйесі дамыған, жалпы көзі ашық, көкірегі ашық, көзі қарақты жасқа сол дәстүрдің алуан түрін қазір кез келген мысалға электронды кітаптан интернет жүйесінен тауып алуға болады. Бірақ енді жетіспейтін дүние көп демек. Жетіспейтін дүние көп. Енді соны жетілдіру үшін жалпы енді өнердің өзінде де бір белгілі бір саясат болу керек қой. Жалпы өнерде бір белгілі саясат. Өзіңіз үнемі айтасыз ғой. Тұтынылу керек. Біз өнерпаздар да, сол өнердің иесі де, сол өнердің жалпы тұтқасында отырған азаматтарда осы саясатты негізгі межелеу керек. Сондықтан жалпы ұлттық өнердің саясаты белгілі ғой, ұлтпен байланысты ғой. Сол ұлттың өнерімен, өзегімен, соның өмір салтымен байланысты. Мен жалпы өзім бұл көзқарасымнан айнып көрген емеспін. Алла айнытпасын. Айнымайсыз. Жаңағы музыкалық спектакльге қайтадан оралсақ, осы Жамбыл атамыздан басталған музыкалық спектакльдің жалғасы болатын шығар. Алда қандай тағы жоспарларыңыз бар ма енді айтатындай? Жалғасы міндетті түрде болады. Мысалға, ол үшін әрине біз бұл спектакльдердің санын көбейтуіміз керек. 2018 жылға бізге берілген осы тек бір спектакльдің ғана мәселесі. Ал енді қараңыз, мен өзім ойлағанмын, жыр жолбарыстың жалғасы ретінде Кененді, әйгілі Кенен Әзірбаевты алуға болатын еді деп. Онда бір себеп бар. Мысалға, неге болатын еді? Енді әзірге біз енді келесі жылдың бюджетінің жағдайын білмейміз ғой. Сондықтан біз енді жаңағы дәстүрге байланысты жылына бір спектакль беретін болса, онда біз дәстүрді қоюымыз керек. А екі спектакль беретін болса, онан Кененді қойсақ, мынандай бір идея алға шығар еді. Мысалға, Кенекеңнің әйгілі әні бар, Көкшолақ. Көкшолағы. Сонда олай жүрші көкшолақ, балай жүрші көкшолақ, қыздар мінген байталды, жанай жүрші көкшолақ, арам қатқыр көкшолақ, жаман қатқыр көкшолақ деп, осы көкшолаққа бәрін айтады ғой. Сонда сіз бір ғасыр ілгері салып жіберетін болсаңыз, Кененге дейінгі астына мінген тұлпарына жалпы жүйрікке, күлікке арам қатқыр, жаман қатқыр деген сөзді қолданбайды. Бұл мына идеалдардың өзгеруімен байланысты үлкен тарихи құбылыс. Бұрынғы батырлар астына мінген атын бауырым, дос, анда деп, жауға шабатын кезде астындағы атымен ойласып, сырласып, өзі жаудың жағасынан алып жүрген уақытта, жаудың астында мінген күлігі мен батырдың аты екеуі ауыздықтасып, олар да жекпе-жекке шығып жататын. Ал Кенекеңнің заманына келген уақытта осы идеалдардың барлығы келместің кемесіне мінді де кетті. Кенендер мына жаңа заманның салсерлік дәстүрдің де әбден шөжіген уақытына тап болып, мына жаңа заманның еншісіне өтті. Осы екі ортада айтуға тұрарлық үлкен мәселелер бар. Менің сол болатын ет дегенім, Кенен туралы осындай ірі кесек ойды айтуға болар еді. Сол сияқты батыста мұхит. Ал мұхиттың айналасында бүкіл батыс Қазақстанда қандай керемет оқиғалар жатыр. Бұл жерде де қандай салт дәстүрлердің өзіндік формалары жатыр. Арқада Ақан мен Біржан. Естайдың өмірінен қандай ғажап бір ғана қорланның лейтмотивін бағыт-бағдар етіп ұстап отырып, қандай ғажап туынды жасауға болар еді. Шығаратын дүние көп. Шығаратын дүние көп. Уақыт керек бір, қаржы керек екі. Біздің осындай ізгі бастамаларымызды қолдау керек үш. Құдайға шүкір, қазір енді біз қала басшылығынан қолдау көріп отырмыз, қолдауымызды алып отырмыз. Сол қолдау алғанымыз сол, 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні өмірге жыр жолбарыс деген
музыкалық спектакль келді. Сондықтан қолдаған азаматтарға да осы елдің алдында алғыс айтып қойған дұрыс шығар деп ойлаймын. Алла разы болсын. Жақсы, Берік мырза, студиямызға келгеніңізге көптен көп рахмет. Осындай жыр жолбарыс сияқты туындыларыңыз туа берсін. Рахмет. Құрметті көрермен, бүгін Ақшам алаң бағдарламасында Алатау дәстүрлі өнер театрының директоры Берік Жүсіпов мырза болды. Аман болыңыздар.